Сәлем достар, бүгін біз чикен жасаймыз. Ол үшін бізге тауық қанаттары керек. Алдымен тауық қанаттарын бұрыш, тұз, сұйық май қосып маринадтап 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Маринадтап болғаннан кейін майымызды қыздырып, дайындап бастаймыз. Қанаттарды алдымен ұнға араластырып, одан кейін суға батырып аламыз. Және қайттан ұнға араластырып алып, қанаттарымызды пісіреміз. Чикендеріміз дайын. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.